Саламатсыздарбы, 4-те 5-ші есебімізде, яғни біз салыстырмалы жиіліктің бірінші арифметикалық ортасын табуымыз керек. Ол үшін берілген мәндерді көбейтеміз. 2-ге көбейтеміз 0,5-ті, қосамыз. 4-ге көбейтеміз 0,2-ні, қосамыз. 5-ге көбейтеміз 0,1-ді, қосамыз. 7 көбейтеміз 0,1, қосамыз. 10 көбейтеміз 0,145. Бөлеміз 1-ге. Бұл жерде неге 1 болады? Себебі салыстырмалы жиіліктерді бір-біріне қосқан кезде 1 деген сан шығады. Ол кез келген неде 1 шығады. Яғни, не жерде есептеп көрейік? Сіздердің көздеріңізше 0,115 қосамыз. 0,2-ні, қосамыз 0,1, қосамыз 0,1 және 0,145. 5-ге 5-ті қоссақ 11 болады. Енді жер 4-ге 1 қосып 5, 5-ге 1 қосып 6, 6-ға 2-ні қоссам 8, 9, 10 болды. 11 ойда. Яғни бір саннан кейін өтір. 1 деген бүтін сан шықты. Енді тең осыларды қосып бөлген кезде 6,8 деген сан шығады екен. Астына жазайын, көрінбей жатса 6,8. Бірінші сұраққа жауап бердік. Екінші сұрақ бойынша арифметикалық ортасын таптық. Модасы. Енді модасы бұл жерде 10 болады. Модасы 10 болады. Медианасы 5 деп алсақ болады. Келесі 4-те 6-шы есебімізде 1 көбейтілген 0,15, 4 көбейтілген 0,125 қосылған, 5 көбейтілген 0,3 қосылған, 8 көбейтілген 0,2 қосылған, 9 көбейтілген 0,1. Бөлеміз тағы да 1-ге. Мыналардың қосындысы салыстырмалы жиілікте кез келген санның қосындысы ол 1-ге тең болады. Яғни қосатын болсақ 0,15-ге қосамыз 25-ті қосып алайық. 0,4 болады. Оған қосамыз 3-ке 2-ні қосамыз 5, 6, 0,6-ны қосатын болсақ, яғни 1 деген сан шығып тұр. Демек 1 болады. Енді осыны есептейік. Қосып, барлығын көбейтіп қосып бөлген кезде менде шықты 5 бүтін тең 5,115 деген сан шықты. Енді осының модасын табатын болсақ, модасы мына жерде ең көп жиілігі көпті алсақ болады. 5, медианасы да 5 аламыз.